Иә, бізде алда бұйырса Наиланың туған күні. Соған Зайнап екеуміз сыйлықтар іздейміз. Иә, негізі біздің Нони нені жақсы көреді? Стич. Иә, біз енді барынша сол стичке қатысы бар заттарды іздеуге тырысамыз. Иә, міне біз келдік қазір. Киім қарайын деп жүрік, бірінші очередь. Бізге қыздар жағына қарай берік. Жоқ, біздің Нониға более андай стич, сондай заттар ұнайды. Ол әлі кішкентай болғандықтан. Мимимишный заттар ұнайды оған. Негізі осындай заттарды ұнайды біздің Нониға. Нарада стич соқты. Это стич? Нет, оно стич емес. Кім еді? А, вот стич. Кофта. Бірақ свет ұнамайды оған Наилаға. Көреміз тағы біреуі. Это я. Жоқ, бұл кішкентай болады. Вот ана стич тұр. Бірақ ол кішкентай сияқты. Мына көк заттар ғой, соның арасында стич болып қалуы мүмкін. Жоқ, ол кішкентайларға. Бізге деген 7 жасқа керек қой. Негізі мына жоқ сияқты, бізге керек заттар. Тағы да басқа жақтарды қарау керек сияқты. Негізі біз Наилаға стич пижамасын алғымыз келген ғой. Осындай несін бір аяқ киім сияқты бір күшті нәрселер алғымыз келген. Сумкалардың ішінде именно стичтері жоқ екен, е? Көк свет жоқ, А, ішінде пакеті ғой. Ана үлкен болып тұру үшін. Мына жақты қарап болдық, енді келесі жаққа бара жатырмыз. Достар екен андай тауып алдық, басқа кет. Қазір киіп көрейін мен. Қалай нормальный ма? Стич? Басқа түрі жоқ та? Көрейік қазір, бірінші көрейік. Жаңа келдік. Мына қара, шапка тұр. На джинсы шалбар бар екен. Тоже здесь не стич бар. Нара, кажется, стичный отаны екен. Мында стич аяқ киім бар екен. Біз әлі іздеп жүріп сыйлықты. Негізі біз андай спортивный андай магазинге келгенбіз ғой. Негізі роликтар іздеп келдік. Біз Наилаға ролик ұнайды, коньки емес. Бірақ өкінішке орай бүкіл роликті алып тастаған. Жоқ, уже алда қысқы сезон болғасын. Сонымен не істейміз, басқа жаққа барамыз да, Зайнап. Мен ана жақтан да стичтар бар. Мен іштері әртүрлі екен. Қарап көреміз қазір. Ой, жүрік әлі, жүрік іздеп атырық. Негіз Наилаға кітаптар да ұнайды. Бірақ қандай кітап аламыз? Бізге бір детский кітап керек. Қазір ол сияқтан іздеп көретін боламыз, берсі. Зайнап, бір детский кітаптар жаққа қарай барайықшы. Может, қызық кітап талып қалама. На заттарды да қарай салайық. Біз, короче, клен стич зат іздеп шықты. Осындай кітап алдық Наилаға, короче, Алиса деген кітап. Осындай кітап алдық қазір. Ұнайды шығар деп ойлап тұрық. Зайнаптан қызық тұр ғой. Зони Наилаға қажетті сыйлықтардың бәрін таппағаннан кейін онша көңіл күйі болмай тұр әйтеуір. Өтірік күліп жүр ғой. Барлығын іздеп жатырық барынша. Жанам,
бір стич аяқ киім, сондайлар көргенбіз, соны алмай кетіп едік. Соны қайтып келе жатырмыз. Соны ала қоямыз деп шештік енді. Ато басқа дым жоқ, ондай керек бізге. Келді. Иә, біз міне сыйлықтарымызды алып, оларды осылай упаковка жасап қойдық уже. Мына 3 сыйлық бұл біздің Наилаға. Иә. Бұл Абдуллахқа өткені қазір біз Наилаға подарка беріп жатқанда, ол жылап. Дұрыс, иә. Кішкентай ғой. Дұрыс айтасың, иә. Біздің Абдуллах деген кішкентай болғасын, біз кімге сыйлық алсақ та міндетті түрде қасына қосып, Абдуллахқа да алу керек, біз дұрыс айтасың. Біз енді наяқта Наилаға осындай шар алдық, стич шар. Ашып көрейік шар. Иә, ашайық, аша қой. Және осындай мынандай 7 деген шар алдық. Және мынандай тортқа арналған свеча, және мындай майда шарлар ала салдық. Негізі мындай шардан біз стичтікін іздегенбіз ғой. Но бірақ болмады. Мынандай үлкен шар, осындай 5 шар бар да ішінде, Зайнап? 5 шары бар, осындай стичтің шарын алдық. Міне осындай. Осындай шарлары бар ішінде. Иә, стичтің қыздыры. Енді мына сыйлықтардың ішінде не бар екені қызық болса, артынан Наила өзі распаковка чек жасайды берсе, сол кезде бірге тамашалайтын боласыздар. Біздің келесі видеомызды көруді ұмытпаңыздар. Сау болыңдар, достар.